Егер сені ренжітсе, былай жаса. Өмірде әртүрлі жағдайлар болады. Кейде бізді ренжітетін, көңілімізді қалдыратын адамдар кездеседі. Бұл сәттерде сабырлы болып, дұрыс әрекет ету маңызды. Мына кеңестерді назарға алып, олардың ішінде өзіңізге тиімдісін таңдап алыңыз. Бірінші, сабыр сақтаңыз. Сабыр түбі сары алтын дейді қазақ халқы. Алдымен сабыр сақтап тынышталыңыз. Өйткені эмоцияға беріліп, шалыс қадам басудан сақ болу керек. Екінші, өз-өзіңізбен жұмыс жасаңыз. Өзге емес, өзіңе сен деп Абай айтқандай, алдымен өзіңізді түсініп, ішкі күйіңізді ретке келтіріңіз. Медитация, тыныс алу жаттығулары немесе сүйікті іс-әрекеттермен айналысу осыған көмектеседі. Үшінші, әңгімелесу арқылы түсіндіру. Айтылған сөз, атылған оқ дегендей, сөздеріңізді мұқият таңдап, ренжітуші адаммен ашық сөйлесіңіз. Мүмкін сізді түсінбей қалған шығар. Төртінші, кешірімді болу. Кешірім кісілік белгісі деп айтады. Кешіре білу өзіңіздің ішкі тыныштығыңыз үшін маңызды. Бұл сіздің жан тыныштығыңызды сақтап, ауыртпашылықтан арылтады. Бесінші, қашықтықты сақтау. Егер адам сізді жиі ренжітетін болса, онымен қарым-қатынасыңызды шектеңіз. Жақын жүрген жаманмен жақындаспай аман жүр деген нақыл осыған сай келеді. Алтыншы, өз құқықтарыңызды қорғаңыз. Батыр аңдамай сөйлейді, батыл ойлап сөйлейді дейді халық даналығы. Өз құқықтарыңызды қорғау қажет болған жағдайда сенімді және байсалды болыңыз. Жетінші, позитивке бағытталу. Әр істің қайыры бар дегендей, әр нәрсеге оң көзқараспен қарауға тырысыңыз. Мүмкін бұл жағдай сізге өмірде жаңа мүмкіндіктер ашып жатқан шығар. Сегізінші, өзіңізге қамқорлық жасаңыз. Өзімнің өмірім өзімнің қолымда дегенді естен шығармаңыз. Өзіңізге демалыс беріп, хоббиіңізбен айналысып, сүйікті істеріңізге уақыт бөліңіз. Өзіңізді қуантатын істермен айналысу көңіл күйіңізді көтереді. Тоғызыншы, достармен және отбасымен уақыт өткізу. Достық пен отбасы өмірдің тірегі деп айтады. Жақын адамдармен әңгімелесіп, оларға өз сезімдеріңізді бөлісіңіз. Олар сізге қолдау көрсетіп, қиын сәттерді жеңуге көмектеседі. Оныншы, өзіңізді дамытыңыз. Білімнің шегі жоқ дейді халқымыз. Жаңа дағдылар үйрену, кітап оқу немесе курстарға қатысу арқылы өзіңізді дамытуға тырысыңыз. Бұл сіздің өз-өзіңізге деген сенімділігіңізді арттырады. Өмірде ренжу мен көңіл қалу жағдайлары болмай қоймайды. Бірақ маңыздысы біз оларға қалай жауап береміз және қандай сабақ аламыз. Келесіде біреу сізді ренжіткенде, осы кеңестерді есіңізге алыңыз. Әр сәт қиыншылықтар мен сынақтар арқылы бізді күштірек, ақылдырақ етеді.